Қыздарға сюрприз. Әкесі палатқа қарап отыр. Осында ғана дейді жүр қыздар. Қазір папа киініп жатыр, қазір күте тұрыңдар. Деп айта салайық қыздарға. Папа киініп жатыр деп. Ана ханым жаңа атушы мәз алып қалатын болды. Ертуған өзі жүгір. Қазір ұйықтамай қояды жерналар. Метағасын өтсін. Жарайды, қолында сақсын. Кетіп ашық саршы. Астыңғы жағына қай. Күшті ма? Кәнді қандай? Маған үшіне ұйықтайды. Дұчыла шақырам. Матрасқа қойып дейді. Қазір коврик салсам сетіп коврик. Ана бұш ұстықсашы. Коврик салсын. Давай. Коврик салсашы ана коврик. Так, біз дұчаларға сюрприз жасап, в общем, папамыз осыны дәу палатқа келген. Ана 5 адамдық палатқа, в общем. Осыны қазір құрып жатырмыз. Айнал деген енді. Жанынағай. Аллах қаласа қыздар осыған ұйықтаймыз десе. Ұйықсыз. Не күшейден ба. Аңзан бұл қайды? Ана, іштен ашылатын екен ғой. Іштен ашылатын. Шум қазір қыздарға реакция көреміз. Қонақтан келген соң аңғасаңдар, пикниктен келген адам құтып. Қазір көреміз. Түріндегі бізден асыма olmaydı. Әйттік, көреме үш деген жасасын. 1, 2, 3 асында. Ал, папа, сен дедің, армандарыңды орындады. Бар, пати, ертің, мән, коврик, прям сып тұр ғой ішіне. Күшті ма? Ана, перден жақ қоясындар терезені. Болды, осында жатасындар дейсі. Ішіне свет өтіп берем. Жоқ, қазір ұйықтасын, көрді бәрін сатып берем. Папа, сендер күшті палатка көрді ма, күшті ма? Айбатта, анарына. Ұйықтайық деп атқанбыз ғой, ана қыздардың ұйқысын аштық біз. Негізі ше, қазір жатпай қоймаса жақсы ғой. Ұйықтайсыңдар ма қыздар? Жоқ, күшті екен, спокойно қар. Бұлай, 3-4 адам баламен спокойно сиятып екен. Ертең походқа шықсақ, Аллах қаласа. Қызым, қалай күшті ма? Қайсы саған ше? Әдемі, е? Қазір көрпесі осында ұйықтаймыз ба? Екі ой саған ше? Күшті черенизат түсіретін болдық емнан ішіне. Вау деген, почти бір комнатаның половинасын алып тұрға. О деген ше. Мықты, рахмет әкесі. Ухты! Ал, доча. Тук қайдасың? Сен сыртындасың ба? Сен ішінде майтсың. Күшті ма? Мен замық ойнамын. Сәлем. Давай, аха. Бұны бітіп жауып алмайсың, бітіп ұстап тұрып, бітіп жауып басың. Ашқы папа келе жатыр. Жай, осы тәуес сұсты қалған ертін жауызамыз. Үшін біз ұйықтайтын адам едік қой негізі. Негізі ұйықтайық деп айтқан едік. Қыздар, үшін ұйықтайтын ойы жоқ. Палатада боламыз. И папа дадан. Қауын алып келе жатыр. Сағат 12:30. Біз деген үйдің ішінде поход жасап, дыня жеп, мынау не болғаны сонда. Сендер бұның ішіне ұйықтайым деп аштыңдар емес па? Сәлем. Күшті ғой мұнаны. Бісміллә. Ыстық қойдан ішіне. Қай доча? Мынау атыр ма поход? Қалай мынау? Күшті нау ашерден тауға шықсақ енді вообще. Әдем ма? Мағыз келдім, давай ал. Қауынчик. Екөзі уже баяғыда кухняда бастап кеткен ол уже. Я, Иксон, сөйттің ба? Саған ше, жан.
Саған қалай? Ұнап жатыр ма? Өте арғанады маған дейді ғой, Папамызға рахмет, иә, доча? Бүкіл арманымызды жайлап орындап келеді, иә? Ахметжан саған. Екі ойсыға вообще ұнады. Екі ойс деген. Шапалақчаш, екі ойс. Алақай де. Ой, жаным сол, зарығым. Әні бәріне ұнап жатыр. Свет тату, иә? Үшін бізге бүгін осындай палатка алып берген әкемізге рахмет. Күшті ұнап жатыр бізге. Өте күшті. Нада енді доча күшті челлендждер түсіруге болады. Өйден жоптық бұл. Иә. Ертең Аллах қаласа біз Қарқаралыға барсақ, иә, папамыздың отпусында Қарқаралыға барсақ, иә жан? Күштілеп, әдемілеп, тауға шығып, тауға, бауға бәріне барып, үшем күшті челлендждер түсіреміз. Бізде осында қауын. Мынандай тәрелке албыз алайық. Обязательно ғой. Шашлык жасаймыз, бәрін жасаймыз. Ал бізге ас болсын. Видеоны до конца көріңіздер, достар. Достар, сәлем. Бізде келесі күн уже. Кеше біз палаткада біраз ойнап, сосын ұйқыға жаттық. Тадан-тадан! Бүгін тағы да палатка құрып алдық. Екos, сәлем! Үшім осылай, бүгін қыздар тағы да палатканың ішінде. Палатканың ішінде ойын ойнауда соткадан. Не ойнайын деп атсыңдар? Осының ішінде боламыз дейді ғой, бүгін целый день осының ішінде боламыз дейді. Мына палатка деген рахат бол дертің, Аллах қаласа біз. Ойна көршілерді дыр деп вообще. Үшім достар, бізде осында видео шықты, осылай күшті. Аллах қаласа алда көп видеолар күтіңіздер. Біз алда Қарқаралыға барамыз, отпусқа шықсақ. Аллах қаласа папамыз отпусқа шықса. Күшті видеолар түсіреміз. Ауылдан күшті вайп. Жақсы болды бала шағаға, ойынға, ертуғанға особенно. Екос. Іші бірақ енді ыстық екен, нереально. Кеше салқында отырдық қой, кешке салқында. Соның өзінде де мынаны іші ыстық болды ғой. Далаға шықсам вообще күшті болайын деп тұр. Ал мен кешегі заданияны орындайын, но кеше папамыз маған жіптік қой деді. Түйметік қой деді. Түйметік қой. Мына жердеміз. Маған түйме тағып. Оны былай ашқан кезде түйме былайына жіптік қоятындай. Солай достар, бүгін бізде осында күшті палатка құрдық. Осымен енді тауға, тасқа, орманға шығу бұйырсын, Алла қаласа. Келесі видеода достар кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.